Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге сүзбелі рогаликтер пісіретін боламыз. Алдымен ерітілген сары майымыздың үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін үстіне сүзбемізді қосамыз. Барлығы араласып болғаннан кейін үстіне қопсытқышымызды саламыз және 2-3 бөлікке бөліп ұнымызды саламыз. Басында қасықпен араластырсаңыздар болады, кейінірек қолмен араластырып жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспайтындай болу керек. Дайын болған қамырымызды 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. 30 минуттан кейін қамырымызды алып, оны теңге 2 бөлікке бөлеміз. Сіздер қалауларыңызша 4-ке бөліп жасасаңыздар болады. Маған рогаликтердің үлкен болғаны керек болды, сондықтан да мен 2-ге бөліп жасадым. Егер сіздер кішкентай көбірек болсын десеңіздер, 3-ке немесе 4-ке бөліп жасасаңыздар болады. Қамырымыздың бір бөлігін пайдаланып жатқан кезде, екінші бөлігін тоңазытқышқа салып қоямыз. Рогаликтерді видеода көрсетілгендей жасаймыз. Рогаликтерді қызып тұрған 180 градуста пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Рогаликтердің пісу уақыты сіздің пешіңізге байланысты болады, сондықтан да қызарғанша қарап тұрыңыздар. Мінекей бізде осындай рогаликтер дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді. Тез дайындалады, сондықтан да жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда жаңа видеолар болады.